Амангелді Құрбанұлы Саданов. Қандай есім? Яғни біз осы есімді естіген кезде біз тұлғаны елестетеміз. Жалғыз елестетіп қоймаймыз. Бұл Қазақстанда және жақын шет елдерде аты әйгілі Қазақстанның микробиологы, биология ғылымының атасы. Ол кісінің осы сыр өңірінде дүниеге келгеннен қазіргі кезге дейінгі өмір баянын алып қарайтын болсақ, көптеген атақтарында біраз тізіліп тұрған дүние жатыр. Ол дүние әрине оңай келмейді. Яғни биология ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақстан Республикасының 2 мәрте мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, яғни ғылым және техника саласындағы алған осындай жетістіктері, сонымен қатар құрмет және парасат ордендерінің иегері. Міне осы тізімді айтып отырған кезде бүкіл өмір баянын ғылымға арнаған осындай академик ағамыздың өмір баянының барлығы ғылымға арнағаны көрініп тұрады. Біз шәкірттері осы ғылым саласына келгеннен бастап бұл ағамыздың өмір жолын қандай зерттеулер жасады, қандай жетістіктерге жетті деген кезде сонша еңбектерін ауыз толтырып айтуға болады. Мысалға айтатын болсақ, 1063 ғылыми мақалалары жарияланған. Соның ішінде 150 патенті бар. Одан бөлек Қазақстанда өндіріске енгізілген 9-дан астам коммерциялық биологиялық препараттары. Бұл биологиялық препараттары өсімдік шаруашылығында, мал шаруашылығында және медицинада, тағамда пайдаланып келе жатыр. Барлығы қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие болды. Міне, бұның барлығы жайдан жай келген жоқ әрине. Сол ғылыми еңбектің барлық шәкірттерінің арқасында осындай жетістікке жетті. Ол өзінің мектебін құрды. Мысалға айтатын болсақ, 40 кандидаттық диссертация қорғаған шәкірттері бар, 17 докторлары бар. Барлығы да осы биология саласында Қазақстанның түкпір-түкпірінде еңбек етіп келе жатыр. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, микробиология және вирусология ғылыми орталығының бас директоры бола отырып, ол тек қана фундаменталдық, яғни іргелі ғылымды ғана емес, қолданбалы ғылымды дамытып келеді. Тағы да бір айта кететін мәселе, бұл ғылыми орталықтың өзінің биологиялық препараттар шығаратын биофабрикасы бар. Және медицина саласында бұл биофабрикасын кеңейтіп, линияларды әрі қарай өркендетіп дамыту бағытында үлкен қыруар еңбектер жасап келе жатыр. Енді Қазақстанның осы ғылым саласында жасап жатқан ғылыми жұмыстарының ішінде ауыз толтырып айтатын мынау медицинада қолданып жатқан мынау мемлекеттік екінші сыйлықта алған тақырыбына арналған препараты бұл розиофунгин АЭС. Яғни бұл тері ауруларына пайдаланатын 39-ға жуық тері ауруларын алатын бірден-бір отандық препарат. Бұл білесіздер, мынау Қазақстанның фармацевтика саласында барлығы импортталады. 99% импортталады. Міне, сол 1% десек, осы 1%-дің үлесі осы Амангелді Құрбанұлының мынау ғылыми зерттеу институтында жасалып 30 жылдық еңбегі қазіргі таңда өндіріске еніп, мынау халық тұтынатын препараттардың біріне айналды. Одан бөлек мынау өсімдік шаруашылығында ризовид АКС деген мынау түйнек бактериясын, одан қалды мынау жоңышқалардың тұқымдары, білесіздер, стратификациядан өтпесе, онда оның шығымдылығы төмендейтіні. Міне, соны жақсартатын биологиялық препараттарын шығарды. Одан бөлек мынау Қазақстан мұнайлы ел. Мына мұнайлы ел болғаннан кейін әртүрлі жағдайларға байланысты экологиямызды бұзып жатқан топырақты істен шығарып жатқан жағдайлар кездеседі, яғни мұнайлар төгіліп. Міне осы мұнайлардың қалдықтарын тазартуда шығарып жатқан Бакойл деген препараты бар. Бұл препаратта қазіргі таңда
осы мұнай өндіретін үлкен алпауыт ұйымдар, міне соларды пайдаланып, Батыс Қазақстанда, Қызылорда өңірінде қазіргі таңда ол өзінің орнын тауып, халыққа қызмет жасап, экологияны дұрыстауға арналған препараты қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие. Мал шаруашылығында болатын болса, мынау полилактовид деген препараты бар. Бұл яғни малдың төлдегеннен кезде, алғашқы кездерде өлім жітімі көп болады. Міне солардың ішек ауруларын қарсы ішкі құрылыстарды, иммундық жүйелерін қалыпқа келтіретін бұл препараттар қазіргі таңда мал шаруашылығымен айналысатын фермерлердің сұранысына ие болып жатыр. Казбиосил деген препараты, мысалға сенаж, одан қалды оны закваска дейтін, селосават ететін, яғни сүрлейтін сүрлемдік препараты да үлкен сұранысқа ие. Бұл барлық препараттары айналып келгенде біздің халқымыздың экологиясын, топырағын ғана дұрыстап қана қоймай, денсаулыққа да және мына мал шаруашылығында, өсімдік шаруашылығында экономикасын көтеретін жағдайға өте үлкен әсерін тигізіп жатқан отандық препараттарымыз. Бұл препараттарды да білесіздер, оңай келмейді. Олардың барлығының ішіндегі негізгі әсер ететін заттарының барлығы өзіміздің жергілікті жерден мына ғалымдарымыздың, осы Амангелді Құрбанұлының шәкірттерінің өмірлік ғылыми еңбектерінің жолдарында табиғаттан тауып, оны таза дақылдар, яғни культураларға бөліп алып, штамдарын бөліп алып, оны бірнеше мыңдаған тестілерден өткізгеннен кейін барып, оған патенттелді. Міне сол патенттелудің ғылыми жаңалығының артында қаншама мақалалар, монографиялар шығарылды. Міне осы әрбір препараттың артында бір-бір шәкірті тұр. Яғни бұл үлкен мектеп, яғни Садановтың мектебі деп аталатын халықтың аузында жүрген аңызға айналды. Енді бұл ғылыми жұмыстардан бөлек қазіргі таңда Амангелді Құрбанұлы білімге қатты көңіл бөліп жатыр. Оның тағы да бір айтатын айғақ дәлелінің бірі, міне бүгін Қорқыт Ата университетінің жаратылыстану факультетінде 85 жылдық тарихы бар өзінің бітірген ұясына келіп үлкен ғылыми зерттеу орталығын ашып жатыр. Яғни Амангелді Құрбанұлының атындағы зерттеу орталығы бұл өсіп келе жатқан жас буындарға үлкен бір леп береді деп отырмыз. Себебі кез келген студент мына зертханаға қолы жетсе, ол мына теориялық алып атқан білімін практика жүзінде көрсе, ол өмірде қай бағытта және таңдаған мамандығына одан сайын сүйіспеншілігі, қызығушылығы артады. Елбасының айтқан, президентіміздің айтқанындай, қазіргі байлық бұл адам капиталында. Яғни ғылым мен білімді осы ұрпаққа берсем деген қамқорлығы бұл келешекте біздің егеменді еліміздің тұғырлы болуы және де оның қабырғасының берік болуына үлкен септігін тигізеді. Мына бүкіл саналы алдыңғы қатарлы мемлекеттердің барлығы неге жетістікке жетіп жатыр деген сұрақ туындайтын болса, бұл ғылымға қатты көңіл бөлген, ғылымға қамқорлық жасаған мемлекеттер ғана алдыңғы қатарда жүреді. Әрине біздің халқымыз бай қуатты болады. Біз осындай ағаларымыздың қасында еріп, білім, тәрбие алғанымызға мақтан тұтамыз. Мынау ұстазы мықтының ұстанымы мықты дейді. Біздің осындай ұстазымызбен біз мақтанамыз. Мереке барлығымызға құтты болсын.